Ассалаумағалейкум қазақ елі, сіздермен бірге Алаш Про. Кезекті тапсырыс. Бұл тапсырыста екі жерде навес жасалынады. Бір скатты навес, екіншісі екі скатты навес. Обшивкасын біз жасамаймыз, басқа балалар жасайтын болды. Бірақ основной бізге навес жасап, полностью екі жағынан Г-образный периласын жасаймыз. Мына екі жер көрсетіп жатыр. Бірінші осы жер, бір скат, екіншісі екі скат. Бұнда уже материалын алып келіп, түгелдей жаңағы стойкаларын қойып, екі жағынан. Мұнда бір жағында стойка болады, бір жағында стенада крепить етіледі. Мына жақта екі жағынан стойка. Бұл да 6-да 6,5 деген навес. Екі скатты навес. Екі жағын Г-образный периласымен хай-тек стилінде өте әдемі шығады деп үміттенеміз деп. Құдай қаласа. Мұнда уже процесс жасалынып жатыр. Стойкалары құйылып, балкалары екі жағынан қойылып, жасалып қойған. Ақ навесте екі скатты да уже стойкаларын құйып дайындап қойғанбыз. Мұнда Уалихан ағамыз, как всегда, барлығын өлшеп, жақсылап шығарып жатыр размерлерін. Мұнда уже фермаларын қойып, 5 ферма жасалынды 6 метрге. Үстіне жаңағы обрешеткасы 20-да 40, ферманың өзі 40-та 40, высотасы жаңағы высота подъема деген 70 сантиметр жасадық. Өте әдемі шықты. Стойкалар 100-де 100. Енді барлығында, как обычно, 40-та 40 перила, хай-тек стилінде, американский стиль дейді. Ақпен бояса, американский стилі болып кетеді. Өте негізі сондай қазір барлығы жақын қой. Әдемі көретін осылай. Суағар қойылды. Екі скатты да екі жағынан қойылса, бір скатты да бір жағынан қойылды. Потом келешекте асты қапталады деп, астын қаптаймыз деді заказчиктар. Енді біздің мақсат основной навесті барлығын жасап беру. Негізі бізде обшивка жасаймыз. Бұл кісілер енді басқа біреу келесі қойған екен. Сол кісілер іске істетті. Бұнда основном пластикпен жасады. Біз негізі темірмен жасаған абзал, өйткені темір ойнамайды. Жаңағы сайдинг пластиковый ойнап кетеді. Естеріңізде болсын. Сондықтан мен рекомендую именно темірмен жасауды. Міне осындай әдемі навес шықты. Результатты міне қазір көресіздер фотода. Міне обшивка жасалынған суағармен, мұнда да обшивка жасалған суағармен әдемі шықты. Бізге тапсырыс беріңіздер. Сенімдеріңізді ақтаймыз. Сіздермен бірге Алаш Про.